Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен жүгеріні банкіге жабатын боламын. Жүгерілердің бәрін жақсылап сумен жуып, тазалап аламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Тазалап алған жүгерілердің бәрін мен бүгін 2 литрлік банкіге жабамын. 7 дана жүгері алдым. 2 банкіге жабамын. Енді жуып алған жүгеріні керек емес артық жерлерін кесіп тастаймын. Жүгерілерімді банкіге сиятындай қылып осылай бөліп алдым. Алдын ала банкымды булап алдым. Банкілер буланып жатқанда ыстық суымды да дайындап аламын. Буланған банкілерге жүгерілерімді толтырып салып дайындап алдым. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямын. Бүгін мен 2 литрлік банкіні алдым. 2 банкіге 7 дана жүгері кетті. 2 литрлік банкіге 1 ас қасық толмаған тұз саламын. Және 1 ас қасық толтырмай шекер салдым. Енді осының үстіне қатты қайнап тұрған ыстық суымды құйып, банкілерімді толтырып аламын. Банкілерім толған соң қақпағын жауып қоямын. Үлкен ыдысыма су құйып, ол суды ысытып аламын. Өйткені банкілеріміздегі су ыстық, салқын су болмайды сыртынан. Қазір банкілерімізді сыртынан қайнатамын. Сол себептен ыстық су болу керек. Банкілерім бәрін толтырып алдым, ыстық су құйып. Үлкен ыдысқа су құйдым. Осы суымды ысытамын. Астына сүлгі төсеймін. Банкілерімді салып, тез қайнау үшін қақпағын жауып, суын қайнағанын күтемін. Суым қайнап шықты. Енді суды, банкіні сыртынан 30 минут қайнатамын. Кастрөліме банкінің жартысынан келетіндей су құям. Банкілерім 30 минут қайнаттым. Енді банкілердің қақпақтарын жақсылап жауып аламын. Банкілерімді жауып алдым. Қақпағының жақсы жабылғанын тексеріп көремін.
және шекер мен тұздың егерден ерімесе осылай ары-бері домалатып ерітіп алыңыздар. Банкілердің қақпағын төмен қаратып, жылы орап, 1 суткаға қоямын. Ертесіне салқын жерге қойсаңыздар болады. Егерде менің видеом ұнаса, подписаться етіп, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Алда әлі тағы да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.